Көпшіліктің бұл мәселеден хабары аз. Біздің шейхіміз, егер бұл мәселеге жолықпағанымда еді, бұл мәселемен айналыспағанымда ғой, деген екен. Өз көздерімізбен көрдік. Ол нәрселер біздің өмірімізге әсер етті. Сіздерге бұдан бұлай руқия жасаумен айналыспайтынымды ескерткім келеді. Оған бірнеше себептер бар. Мен бұл істен барынша қашамын. Оған бірнеше себептерім бар. Солардың бірі өте көп уақытында алады және күш-қуатыңды тауысады. Ол сіздің рухани қуатыңызды қатты азайтады. Руқияны 1 сағат, кейін тіпті жарты сағат жасағаннан кейін-ақ бір күндік қуатыңыз таусылады. Кей руқия жасайтын рақистар бірнеше сағаттап қалай жұмыс істейтіндері таңғалдырады. Өз басым, руқия жасау мені қатты шаршатады. Бұл іспен айналысуым жеке өміріме әсер ете бастаған еді. Руқия жасауым менің жеке өміріме әсер ете бастағандықтан, бұл істі білікті мамандарға қалдырдым, Аллаға шүкір. Осы себепті және басқа да себептерге байланысты бұл істен бас тарттым. Осындай оқиғаларды айтудағы мақсатымыз, осы жерде тек шейх Аммар бір кісіден жеткізеді, ол адам басқа біреуден жеткізеді. Ал қалғандарымыз бәріміз бұл оқиғаларға өз көзімізбен куә болдық. Иншалла бізге сене аласыздар, бізді таныйсыздар. Осындай оқиғаларды айтудағы басты мақсаты және хикметі біздің иманымызды күшейту. Алланың уәдесі хақ. Бұл ертегі немесе жай қызық оқиға емес. Бұл нәрселер өзімнің басымнан өтті. Менің көзім нақ жетті. Құран бұл Алла тағаланың кітабы. Мен Құранның әсерін, құдіретін өз көзіммен көрдім. Мен жындар әлемін көрдім. Ешкім айтпаған нәрселерді. Құран мен сүннетте кездеспеген нәрселерге куә болдым. Бұл бізге ғайып әлем. Біз олардың көрінісін көзімізбен көреміз. Ақиқатында бұл нәрселер біздің иманымызды арттыру керек. Біз бұл жерде отырып жай әңгіме дүкен құрмаймыз. Бұл шынайы қауіп, бұл сезілетін қатер. Шаянның сізді шаққаны сияқты, жабайы аңның сізге зиян келтіргені сияқты, бұл жындар да сіздерге зиян келтіре алады. Бұл әзіл емес, бұны жеңіл қабылдамаңыз. Жас өспірімдер псевдо, тылсыммен байланыстыратын затты қызық көріп, ойнап жатады. Бұл ойнайтын нәрсе емес. Ойджа тақталармен де ойнамаңыздар. Себебі ойджа тақтасы бұл портал. Жын әлемімен байланыстырады. Расымен айтамын. Сіз сол жаратылыстарға есікті ашып бересіз. Кірулеріне мүмкіндік тудырасыз. Тақта арқылы оларды шақырасыз. Сенің келгеніңді қалаймын, сенің келгеніңді қалаймын. Кейін олар келгенде аяғыңызға жұқпай имамға жүгіріп келесіз. Жамандыққа тап болғаннан кейін бұлай ойнамаңыздар. Тылсым дүниенің бары ақиқат. Біз өз көзімізбен куә болдық. Алғаш рет руқия жасап бастағанымда мен бір жігітпен Мединада оқуда болдым. Екеуміз 1 жылда түстік. Қазір ойлап қарасам, біз ол кезде көп нәрсені білмедік. Оған жақсылап дайындалмаппыз. Мединада жын шығаруды үйретпейді. Оны үйрететін арнайы пәндер болмады. Жын шығаруды сабақтарда үйретпеді. Сабақ кестесіне ондай пән кездеспейтін. Ол нәрсені өзім үйренемін деп шешкен едім. Сөйтіп, Мединадан руқия жасайтын шейхті жолықтырдым. Ол кісіден жеке дәрістер алып, аздап үйрендім. Кей тәсілдер мен әдептерді үйрендім. Неге десеңіз, себебі бұл шейхтар кей аяттардың әсері аса қатты екенін білетін. Бұл рақистар аяттарды тәжірибе жүзінде тексерген. Бұл мәселеде тәжірибелері мол, өмірде қолданған. Сөйтіп аздап білім алдым. Мен сіздерге өзімнің жасаған алғашқы руқиям туралы айтып берейін. Алғашқы рет руқия жасауым өте қорқынышты болды. Бірақ кейінірек оның жеңіл болғанын түсіндім. Себебі одан кейін күрделі қиындарына тап болдым. Алғашқы рет руқияны Мединада оқуымды аяқтап жатқан шағымда жасадым. Сол кезде исламды қабылдаған жас жігіт болды. Мединаға оқуға келген, енді ғана исламды қабылдаған. Көп болса 1-2 ай ғана өткен. Жақында ғана иман еткен. Фих, хадис толықтай дым білмейтін. Исламды жақында ғана қабылдаған. Сөйтіп таныстарының сілтеуімен Мединаға оқуға тапсырып, оқуға қабылданған. Ол намазды қалай оқу керектігін үйреніп жүрген еді. Менің өз көзіме көрген нәрселерім хадистер кітабында кездеседі. Бір күні оның бөлмелесі жолдасы Құран оқып отырады. Сөйтіп қорқынышты, ырылдаған дауыс сол бөлмеден шығады. Бәрі сол бөлмеге барса, жаңағы жігіт өрмелеп кеткен. Яғни оның ішіне жын кіргені анықталады. Кейін жолдастары оған Құран оқи бастайды. Жолдастарының бірі менің де досым еді. Ол менің жын шығаруды шейхтан үйреніп жүргенімді білетін. Менің бөлмеме қоңырау шалынды. Ол маған: «Бауырым, көмегің керек, жылдам келші, тез келші. Мұнда бір жігітке руқия жасау керек, көмегің қажет» деді. Мен оқуымды енді бітіріп жатырдым. Маған қызық көрінді. «Жақсы», деді. Зұлымдықпен күресу қызық көрінді. Қызықтым, жаспын ғой.
Ақ кілт дейсіз бе? Қалай атасаңыздар да өз еріктеріңіз жарайды. Ақ кілтке маған хабарласып, бізге көмегің қажет, мұнда бір жігіт еденде жатыр, келіп руқия жасашы деді. Шейхтан осындай жағдайларға қатысты дәрістер алған едім. Я, қазір бәрін реттеймін, уайымдама, мен білемін, мен үйрендім дедім. Тәжірибем 0. Бірақ оқыған көптеген кітаптарым бар. Киініп, жатақханаларына бардым. Жаңағы жігіт жерде жатыр екен. Мен 2 сағаттай болдым, қастарында болдым. Сол уақыттың ішінде көптеген оқиғалар орын алды. Солардың бірі, мен алғаш Құран оқып бастағанымда, субханалла, тағы да қайталаймын, өз көзіммен. Жаңағы бауырымыз арғы еді, ұзын көйлек киген. Мен Құран оқып бастағанымда, мен оның денесіндегі жынның жоғары төмен қозғалып жүргенін көре бастадым. Оның денесінде толқын тәріздес, түсініксіз нәрсе жоғары төмен қозғалып жатты. Мен қолымды оның кеудесіне қойдым, оны көріп тұрдым, төменге толқып түсіп барады. Сол жерге қолымды қойсам, жоғарға көтеріліп мына жағына қашады. Қолымды осында қойсам, басқа жаққа. Оның денесін тікелей көріп тұрдым. Сіз денеңізді толықта алмайсыз. Денеңізді жоғары төмен толықта қозғай алмайсыз. Осының бәрін өз көзімен көріп тұрдым. Толқып жатқанын көрдім. Мен қатты абыржи бастадым. Бұндайды көрмегенмін ғой. Бұл еш түсініксіз тылсым нәрсе. Сөйтіп түске дейін арпалыстық. Қасымызға бір бауырымыз келіп, түскі асқа шақырды. Біз осында болған кезімізде ол түскі асты дайындапты. Сөйтіп біз жерде отырып ас іше бастадық. Жын кірген бауырымыз бір бұрышта отырды. Біз тамақ ішіп жаттық. Оған бауырым кел дедік. Жын демедік, бауырым кел дедік. Ол бізге жоқ, рахмет, аш емеспін деді. Біз тамақ ішіп жаттық. Бір бауырымыз тамақ алып жатып азғантайын түсіріп алды. Ортақ табақтан ас ішіп жатқанда болады ғой. Бір бауырымыз тамақтың кішкентай бөлшегін түсіріп алды. Оны көтермей табаққа қайтадан қолын созғанда, қас қағым сәтте көзімнің қиығымен байқадым. Бөлек отырған бауырым жылан сияқты тез. Елестете аласыз ба? Жыланның атылғаны сияқты. Сол қолымен түсіп кеткен тамақты алып, бірден аузына тығып қомағайланып жұтып жібереді. Қалай? Неге? Не болды? Біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деді? Сахих Бухарида. Сендердің бірін тамақ ішкен кездерінде тамағын түсіп кетсе, оны көтеріп, шанын кетіріп же, оны шайтанға қалдырма деген. Бұл хадисте айтылады. Жын кірген бауырымыз бұл хадисті білуі мүмкін емес еді. Жаңағы бауырымыз бізбен тамақ ішпеген себебі, біз бәріміз бисмилля деп айтқанбыз. Сондықтан мен аш емеспін деген. Бірақ оның қарны қатты ашқан еді. Тамақты түсіріп алған бауырымыз оны қайта көтермей, ас кілемге түскен еді. Түсіп қалған тамақты не істеймін дегендей мән бермеген болар. Түскен асты алмай табаққа қайта қол созған. Түсіп қалған тамақты бірден сол қолмен көтеріп алып, жұтып жібереді. Сол қолмен жеді. Тағы еске салайын. Ол енді дінге келген, еш нәрсені білмейтін еді. Лезде аузына тығып жіберді. Бұл нәрселер біздің иманымызды қуаттай түседі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ақиқатты айтқан. Басқа да нәрселер орын алды, айта отырайын. Сіздерге кішкене күлкілі оқиғаны айтайын. Бұл да таңғалдыратын оқиға. Жаңағы жігіт 18 жасар бала еді. Ешқандай шейх немесе ғалыммен байланысы жоқ. Тағы қайталаймын. Ол енді ғана дінге келген. Сөйтіп, мен оны сынай бастадым. Мен оған тыңда дедім. Егер сен бұл жігітті жайына қалдырмасаң, мен ұстазымды шақырамын деп атын атадым. Ол жоқ, шақырмашы деді. Жақсы, онда шейх Шанқитиді шақырамын дедім. Жын одан сайын үрейленіп, жоқ деді. Жарайды, айтпаймын. Оны тексерейін деп Көктем есімді шейхті. Көктем есімді адамды ойдан алып, шейх Көктемге айтамын дедім. Ол күле бастады. Шақырсан шақыр, шақыра бер дегендей. Кейін басқа шейхтің атын айтып, соны шақырамын дедім. Ол шейхтан дәріс алғанмын. Ол менің ұстаздарымның бірі еді. Бірақ ол кісі 2-3 ай бұрын дүниеден өтіп кеткен еді. Осы шейхті шақырамын деген кезімде сықылықтап күле бастады. Маған бұрылып қарап, басын қисайта бұрып, маған қырылдаған дауыспен, ондайды қорқынышты кинолардан көрген боларсыз. Ол қорқынышты кинолар адамдардың басынан өткен оқиғаларға аздап болса да негізделген. Ол қорқынышты киноларда азғантай болса да өмірден алынған. Ол киноларды қараңыздар деп айтпаймын, бірақ бұл киноларда жынға қатысты деректердің кейбірі өмірден алынған. Ол қырылдаған дауыспен мысқылдап сөйледі. Жаман көзбен қарап, көз қарасынан тәкаппарлық байқалады. Сөйтіп, сен оны өлілердің арасынан алып келесің бе? Деді. Дәл осылай айтты. Мен қаттым да қалдым. Себебі, бұл бала ол шейхті білуі мүлде мүмкін емес еді. Шейхті шақырып келемін дегенімде маған қарап күлген.
Сен оны өлілердің арасынан алып келесің бе деген. Менің байқағаным, бұл мақұлық адам емес, бұл мақұлық тылсым дүниеден. Бұл менің алғашқы куә болған оқиғам еді. Басқа оқиғалармен салыстырғанда бұл ең қарапайымы, ең жеңілі, ең оңайы. Бұл әзіл емес, жын әлемі ақиқат. Мен сенімдімін. Басқа да шейхтарымыз айтқан. Оны қайталап айтайын. Оларды өз өмірімде кезіктірдім. Әскер дегеніміз сізді бүкіл әлемдегі қауіптен қорғайды. Бірнеше рет оған өзім куә болдым. Өз басымнан өтті. Оқыған әскерларым мені қорғады. Қарапайым мысал келтірейін, кішігірім мысал келтірейін. Бірде рұқия жасау үрдісі өте ауыр өткен еді. Кейін үйге келіп ұйықтардан алдын әскерлар оқып өзіме дем салдым. Сөйтіп түн ортасында, білесіздер ме, ұйқылы ояу жатқан кездер болады ғой. Сондай ұйқылы ояу жатқанымда жын келді. Сіз ұйықтап жатқан жоқсыз, әрі ояу да емессіз. Қара сұлбаның жақындап келе жатқанын көрдім. Мен жартылай ұйқыдамын, жартылай ояумын. Ояу да емеспін, ұйықтап та жатқан жоқпын. Сіз ұйықтап жатырмын деп ойлайсыз, бірақ ұйықтап жатқан жоқсыз. Ояумын дейсіз, бірақ ояу да емессіз. Қара дененің келе жатқанын көрдім. Бөлмем толықтай тас қараңғы еді. Бірақ оның осындай екенін біліп жаттым. Көзіммен емес, миыммен көріп тұрдым. Кейін тоқтап қалды. Себебі арамызда бөгет болды. Өзіме дем салғандықтан, әскер оқып тұла бойымды сипағандықтан, ұйқыға кетерден бұрын өз-өздеріңізге дем саласыздар ғой, білесіздер ғой. Еш қашан өмірімде қатты шаршасам да, не жағдай болса да, өзіме рұқия жасамай еш қашан ұйықтамаймын. Себебі маған олар бірнеше рет шабуылдады. Қашан өзіме рұқия жасасам, бөгет, дуал пайда болады. Сол түн есімде анық сақталды. Қателеспесем, оны ертеректе, сол кезде де сіздердің алдарыңызда айтқан едім. Сөйтіп өзіме рұқия жасап ұйықтауға жаттым. Әскерларды оқып алақаныма үрлеп үстімді түгел сипадым. Есімде анық қалды. Жаңағы нәрсе бөлмеме кіріп, маған қарай тіке келе жатып тоқтап қалды. Себебі қасыма келіп маған зиян беретін күші болмады. Өйткені мен Ықылас, Фәлақ, Нәс сүрелерін, Аят-үл Курсиді, Бақара сүресінің соңғы 2 аятын оқып, өзіме дем салған едім. Осы себепті жаңағы нәрсемен менің арамда кедергі пайда болды. Сіздерге айтарым, әрдайым әскерларды айтып жүріңіз. Және әрдайым ұйықтардан бұрын өздеріңізге дем салыңыздар. Сонда иншалла бұл сіздерге қорған болады.